Сәлем достар. Міне, мен өзімнің YouTube каналымда ауыл тірлігін көрсететіндіктен осы сепаратор құру жолында видео алып салғым келді. Егер ұнап отса, қолдап парақшама тіркеліп отырыңыздар. Ең алдымен мынау не деп қарауларыңыз мүмкін. Бұл менің сүт сүзетін марлінің орнына пайдаланатын жаңа орамалдан тігілген сүт сүзгішім. Бұны алып тастадым. Келесі мынау сүт ағатын құрылғысы, аврат ағатын, мынау қаймақ ағатын құрылғысы, шүмектері. Ал ең алдымен осы барабаннан бастаймын. Енді мен сіздерге барабанды құрмас бұрын лайфхак айтқым келеді. Мынау осы барабанға кигізілетін, яғни тығыз тұру үшін кигізілетін резинкасы болып табылады. Резинканы мен күнде жуғаннан кейін осы жерде жуам, және осылай кесеге суға салып қоям. Ертеңгі күнге дейін бұл резинка кеседе тұрады, суда тұрады. Ал егер құрғақтай ұстайтын болсаңыз, бұл резинка қаттайып кетеді де барабан істен шығып кетуі әбден мүмкін. Яғни қаймақ айырмай қалады. Ал міне резинкамызды кигіздік. Одан кейін міндетті түрде мынадай кішкентай пластмасс құрылғысы болады. Бұл да қаймақ айыруға өзінің септігін тигізеді. Одан кейін барабанда міндетті түрде новый барабандарда мынадай 11 кесе болады. Бірі міне бүжірімен. Ең бірінші бастаймыз осы узорымен саламыз, бүжірімен яғни. Содан кейін узорсыз міне кетеді. Узорымен осылайша кезек-кезек 11 кесені кигізіп шығамыз. 11 кесе кигізілді. Бір узорымен, бір узорсыз. Ал кигізіліп болғаннан кейін мынау біздің қаймақ ағатын, міне барабандағы қаймақ ағатын негізгі тесігі міне. Осыдан қаймақ бөлінеді. Міне қыздар, осылайша осы бәрін кигіземіз, құрастырамыз. Бұрайтын тетігін бұраймыз. Әбден қатайтып, өзінің кілті болады міне бұрайтын. Сепараторымызды құрамыз. Міне достар, мынау менің ом атты сепараторым. Бірінші сүт айыратын шүмекті. Сүт айыратын шүмек өзі белгілі мына жері жалпақ болады. Осыны кигіземіз. Одан кейін қаймақ айыратын шүмек. Бұл жерде жалпақтық болмайды міне. Одан кейін осы құрамын кигіземіз. Бұл да міне мынадай поплавок болады. Міндетті түрде осы поплавок салыну керек. Поплавок салынбаса сүт қаймақ айырмай қалады. Және де үлкен әрине табағы, сүт құятын табағы. Шүмегін кигізіп, бұны да осылай кигіземіз. Осылайша міне сепараторымыз дайын. Егер де қалай қаймақ, қалай сүт айырғанын көргілеріңіз келсе, маған комментарийге жазып отырыңыздар. Оны ары қарай жалғасын салатын боламын.